Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен 3 қана бөлік матадан тұратын осындай өте әдемі бант тәрізді заколка жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: мата, мендегі мата атлас матасы, французский заколка, көріп тұрғандарыңыздай ортасында темірі бар, ең сапалысы, қайшы, қалам, ине жіп, метр және де ыстық клей қажет болады. Матадан бізге 2 шеңбер керек болады. Шеңбердің размері, яғни радиусы деп айтайын, радиусы 13 сантиметр болады. Ал диаметріне келетін болсақ 26 сантиметр. Ол өлшемді үлкейтіп, кішірейте беруге болады. Бұл өлшем үлкен қыздарға және мектеп жасындағы қыздарға өте әдемі келеді. Егер кішкентай қызға жасағыңыз келсе, шамамен 20 диаметрлік шеңбермен жасасаңыз өте әдемі келеді. Егер де сізде осы 26 диаметрлік шеңберіңіз не болмаса бір тарелка болатын болса, бірден сызып кесіп алсаңыз болады. Мен кішкене түсінікті болсын деп, ондай зат болмаған жағдайда шеңберді қалай сызу керектігін көрсете кетейін дедім. Мінекей, көріп тұрғандарыңызда 2 қабаттадым, сонда 4 қабат мата болды. Енді осыны жаңағы белгілеген нүктелерімді барлығын қосып, осылай шеңбер сызып алдым. Бірден жаңа 4 қатар матаны кескенде осындай шеңбер болып шығады. Және бұны кесіп болғаннан кейін де кішкене тағы да өлшеп, шет-шетінде қисық кеткен жерлерін тағы да түзулеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен қайтадан өлшедім, 13 сантиметр етіп, радиусын 13 сантиметр етіп, кішкене артықтау қисық болған жерлерін тағы да кесіп шықтым. Барынша ұқыпты болу керек. Енді екінші шеңберді кесіп аламын. Видео ұнаған болса, міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, келесі жол қандай видео көргіңіз келеді, комментарийге жаза кетіңіз, және де міндетті түрде колокольчик белгісін басып қойыңыз. Келесі видеоны ең алғашқы болып көретін боласыз. Мінекей, біздің 2 шеңбер дайын. Енді бізде 3-ші бөлік осындай тік төртбұрыш матасы. Яғни тік төртбұрыштың ұзындығы бізде 21 сантиметр. Ал ені 8 сантиметр болады. Менің айтқан өлшемдерімді міндетті түрде өзіңізге қажетті жерге, блокнотқа жазып алуларыңызды сұраймын. Ал шеңбердің диаметрі жаңа айтып өткенімдей 26 сантиметр болады. Ал радиусымен есептесек 13 сантиметр. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын сіздерге анық көрсеттім. Енді ары қарай тігілу жолына көшетін боламыз. Матаның теріс жақ бетін бір-біріне қаратамыз. Одан кейін тағы бір қабаттаймыз. Сонда 4 қабат мата болады. Қабатталған матаның доғалы жағынан бастап, ине жіптің көмегімен көктеп тігіп шығамыз. Және барынша бір мата жаңадай астында төменде қалып кетпес үшін барлық матаны бірге ұстап, осылай көктеп шығамыз. Ең соңына келген кезде жақсылап тартып, түйнектейміз. Осымен біздің бірінші бөлігіміз дайын. Енді екінші матаны да дәл осылай қайталайтын боламыз. Менімен тікелей байланысқыңыз келсе, менің Instagram парақшама жазуларыңызға болады. Және де TikTok каналыма да тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта каналымнан неше түрлі ободоктардың, тюрбан, повязкалардың және де өте керемет рецепттердің видеоларын көретін боласыздар. Сол себепті менің каналымнан алыстамаңыздар. Мінекей, екінші бөлікті де бітірдік. Гүлдің лепесток дейді ғой, яғни гүлдің жапырақшасы сияқты болып шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Енді үшінші бөлікті ешқандай тігіс түсірмей-ақ жасаймыз, яғни оң жақ бетін сыртқа қаратамыз да, теріс жақ бетін кішкене бір-біріне үстіне беттестіріп, осындай байлам жасаймыз. Яғни біздің байламымыз төбесінде, ал бір-біріне беттестірген матамыз жаңағы байламның астында қалу керек. Өйткені барынша сапалы болу үшін матаның тігісі жоқ жері және ешқандай жіптері сыртқа шығып көрініп тұрмау керек. Ыстық клейдің көмегімен гүлдің жапырақшасын бір-біріне беттестіріп жақсылап жабыстырамыз. Ыстық клеймен жұмыс жасағанда өте мұқият болыңыздар, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Ең соңғы бөліктің артық жіптерін кесіп алып тастаймыз да
үшінші бөлікті де жабыстырамыз. Бұл матаны да негізі ине жіптің көмегімен тігіп барып жасауға болады мұқияттылық үшін, бірақ мен үйреншікті жағдай болғандықтан ең соңында оның тігісі бар жоғы білінбейтіндіктен мен бірден осылай тікпей де жасай беремін. Көріп тұрғандарыңызда ең алдымен дәл ортасынан байланып тұрған жерді жабыстырып аламыз. Енді артқы бөлігіне өтеміз. Ең бірінші бір бөлігін жабыстырамыз, яғни бір ұшын ішке қайтарып жіберіп, соны жабыстырып шығатын боламыз. Ол заколканың астында қалатын бөлігі, яғни ортасынан сәл асып жабыстырылады. Өте мұқият болу керек. Клей жан жаққа шығып кетсе, ол жаңағы заколканың ар жақ бер жағынан көрініп қалатын болады. Енді екінші ұшын жабыстырмас бұрын ең алдымен біз заколканы жабыстыратын боламыз. Яғни заколканың, мен сіздерге қазір ұзындығын өлшеп айтатын боламын. Заколканың ұзындығы бізде 8 сантиметр, 10 сантиметрлігі де болады. Менің каналымдағы басқа да заколкалардың барлығы осы 8 сантиметрлік заколкамен жасалған. Ыңғайлылық үшін заколканың ортасындағы темірді алып тастап жабыстыратын боламыз. Келесі ең соңғы бөлігі екінші ұшында дәл алдындағыдай бас жағын кішкене ішке қайтарып жіберіп клейлеп аламыз. Содан кейін жаңағы заколканың үстінен өткізіп, келесі бетіне өткізіп тұрып клейлейтін боламыз. Ең соңында сапалы көріну үшін, клейлер ажырап кетіп, заколкамыз түсіп қалмас үшін көрінбейтін тігіспен, матамен түстес жіппен тігіп шығатын боламыз. Бұл бізде өте сапалы болып, біраз уақытқа қызмет көрсету үшін қажет болады. Менің YouTube каналымдағы барлық қолөнер бұйымдарым күнделікті өмірде сатылым жасап жүрген өзімнің жеке брендім. Сол себепті сіздер де үйде отырған ана болсаңыздар, декреттегі ана болсаңыздар, осы менің тегін мастер-класстарым арқылы табыс таба аласыздар. Өзімнің инстаграмыма күнделікті фото, видео отчеттар жіберуде міндетті түрде қыздарды сториске белгілеп саламын. Менен мотивация алып, өз ауыл аймақтарында, қалаларында сатылым жасап жүрген қыздар да бар, табыс тауып отырған қыздар бар. Сол себепті сіздерге де мотивация болсын, әрі қарап отырмай сіздер де табысты бола отырыңыздар. Менің инстаграм парақшамнан идея алып, наборлар жасасаңыздар да болады. Мінекей қыздар, біздің бар болған 3 қана бөлік матадан және бір заколкадан тұратын өте әдемі аксессуар бант заколкамыз дайын. Жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз және сіздерден қолдау ретінде лайк, комментарий күтетін боламын. Сіздерге қайырлы білім болсын. Жасап жатсаңыздар, мен міндетті түрде менің инстаграм парақшама жекеме фото, видео отчеттарыңызды жібере отырыңыздар. Сіздерді міндетті түрде инстаграм парақшамда белгілеп сториске салатын боламын. Сіздермен бірге болған Айгерім.